Павлодарға дайындалып жатыр. Киімдерімізді, заттарымызды жинастырып, мыналар мусор, мынау алып кететін пластар, заттар. Поймал я тебя. Дома қалдырдым фенді. И вот этот нефти көрпе, жастықтар. Капелестер прям көп емес, потому что до этого біз половинасын тастай салғанбыз. Бары осы ғана. Осының бәрін жинастырып болғаннан кейін, потом тағы да покажу, ата-енемнің үйінде тоже заттар бар. Соларды жинастыру керек. Вот киімдер жинап жатырық. Вот. Өзіміздің киімдер, балалардың киімі. Жан? Hi, thank you. Көшеге дайындалып жатырық. Бүгін суббота, 12-сі. Ой, пятница, 12-сі. Понедельник уже ответ шығады и біз көшеміз. Навсегда. Өз үйімізге. Да. Үйдегі заттар жинап болғаннан кейін күйеуім екеуміз, ұлым үшеуміз осы Астанадағы мост жаққа барып қайттық. Бір рет қыдырып, сол жақта жүріп, үй жақта осындай голубтарға печенье беріп, прогулка жасап қайтқанбыз. Кетуге 1-2 күн қалған кезде. Қыздарымыз ата-әжесінің үйінде болған, ағаш ата-әжесінде, сосын үшеуміз осылай қыдырып шыққанбыз. Біз еще жолға билетті 17-сіне сағат түнгі 1:20 алғанбыз. Сөйтіп 17-сі среда күніне алғанбыз. Біз ойладық 17-сі вокзалға барамыз сағат түнгі 1:20-да деп дұрыс басымыз істемей қобалжығаннан. Сөйтіп аяқ асты киім-кешекті бәрін жинастырып, барлығын орын-орнына қойып, машинаға тиеп, өзіміз билетімізді алып, сумкаларымызды алып жолға шықтық. Как всегда. Пока все, уходим, все. Oldu, koyuşta машина önce yapma. Всем пока. Уходим. Пока. Жолға шықтық. Асықтым, байқаш. Так весело. Прям весело. Да. Один. Сумка. Снимаем. Быстрее, папа, на. Так вот едем. Вот так вот. Это выход. Да, дала жаха. Нужно тут стоять. Все, қорқасыңдар ма? Заходите, давайте. Ладно. Тебе не кажется вот это? Тебе не кажется это? Что? Это сигнал говорит. Можно поезд заходить, можно нельзя. Спит. Сидят, тамақ просят екеуі. Бір үш болды. Ой. Поездға мінді. Артқа қайтпай естеді. Жестерлік кетті.
өмір. Бала шағамен бірге. Давалатын ау. Қай давалатын ау. Ана жақ қарасай. Мына мальчик әйтеуір түр жақсы ұйықтады. Вот, қыздар. Амели де сол жақсы. Вот, жанайым кішкене басымда покапризничала. Все нормально. Ой, красавица. Да. Отойдите. Пойдем, поняли? Әкеледі. Заринан қысқысы келіп жатыр. Нет. Мазур жетпей жатыр даже. Нормально. Не ашылмайды ғой мынау. Мына жақтан ашылады зато. А? Вот, заттар келді. Теперь разгружаем. Ваймал. Вот, бәріміз прогулкаға шықтық. Мына шарбақтаны көру үшін. Бұл жақта не бар? Бүгін бе батыр дейді көшеміз. Бұл жақта не бар, не жоқ, соны көру үшін. Картада мына артқы жағымда не көрсетіп тұр? Парк бар деп көрсетіп тұр. Мектептің жанында. Соны көреміз, посмотрим, какой парк екенін. Да, Казимир еще. И я. Я Жанайым. Еще Осман. Да.
Ягодный. Показываю. Ау? Йо. Все. Все равно жил. Да, стоп. Хазер. Тебе реально надо вау. Пусть ходит, а ты ее не съешь. Мам, где пицца? Хазал келеді. Аспасын. Үйге барып ұйықтайын деп тұр ғой бұлар. Нет. Бірінші күні заттарымызды реттеп барлығын орнына қойып, келесі күні қарнымыз ашқаннан районды көріп қайтайық деп игровой центрға барып, осылай кафеге кіріп тамақ ішіп алған болатынбыз. Қыздарға, как обычно, пицца фри, өзім суши жегім келіп суши алдым, бірақ сушилар маған ұнаған жоқ, астанандық секілді емес. Сосын осылай паркінде районның центрында жүріп қайттық. Осында ойнайтын жер бар екен. Сіздерге видео ұнаса, каналыма обязательно тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Осындай обзорлар болады, видеолар болады. Біз Астанадан Павлодарға қалай көшкеніміз, қандай үй алғанымыз жайлы салатын болам, әртүрлі влогтар. Туылғалы Астанада тұратынбыз, еще этаж үйде тұратынбыз, ал қазір жер үйге көшіп келдік. Барлығы впервые. Вот зеркало красивое. И смотрю, тоғы бар. И кнопочкасы бар. Қарасам, мына жақ шетінде цвет бар. Қасо, істейме ма, тексеріп көремін. И вот. Круто, блин. Ё-моё. Так красиво. Анда жерден стористар салам, видео салам. Так красиво, мне прям нравится. Мен өзім осындай зеркало алғым келген, по идее. Ой-ой. Первые наши животные. Офигеть. Савтоз. Офигеть. Комнатаны әлі жинастырып жатырмын, әлі бітпей жатырмын. Вот, шкафтар жинадым. Мына жақта киімдер әлі жатыр. Көйлектерін ілу керек. Так, вот, мына жаққа қаншама киімдерін іліп тастадым. Уже устала, сағат 3-тен бері әлі жинап жатырмын, бітпей жатыр. Вроде киім жоқ еді. Киім, оказывается, очень много. Еще зеркаланы сүрту керек. Алдында тұзбен сүрттік. Әлі сатпа қойып тұр. Вот так вот. Келгенімізге жақын болды. Бір түрлі болып жатырмын. Шаршағаннан ба,